Hello everyone. Today I will teach you about to have. Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз to have туралы болады. Яғни to have-тың осы жағы. Have дегеніміз, яғни сенде бірдеңе бар, менде бірдеңе бар да айту үшін қолданады. Мысалға, орысшасында ол иметь деп аударылады. Ал қазақшаға аудару үшін оны менде бірдеңе бар или болмаса айтамыз ғой. Мысалы, мына жерде қазір жазғы use it to talk about what you have. Сенде не бар екен айтатын кезінде қолдан. Мысалға, біз не дейміз? Сенде кітап бар ма? Я, менде кітап бар. Сумкамның ішінде мынандай нәрсе бар. Артық ручкаң бар ма? Да, артық ручка бар. Или болмаса, менің 3 ағам бар. Или болмаса, менің итім бар. Короче, сізде не бар, соның бәрін айтуда біз осы to have-ті қолданамыз. To have-ті, яғни бұл осы шақтағы. Дәл қазіргі сәтте сізде не бар, не жоғын айтуда қолданамыз. Так, ары қарай енді positive, negative questionға кетейік. Позитивте I, you, we, they-ға have-ті қолданамыз. Например, ал he, she, it-ке has-ді қолданамыз. I have a car, менде машина бар. You have parents, сенің ата-анаң бар. We have red pens, бізде қызыл ручкалар бар. They have a dog, олардың иті бар. Ал енді he, she, it. He has a good voice, оның әдемі дауысы бар. She has a keychain, оның брелогы бар. It has a blah-blah, осылай кете береді. Түсінікті ғой, I, you, we, they have қолданамыз. He, she, it, has қолданамыз. Мына жерге қарасаңыздар, бізде have-тан кейін ешқандай не тұрған жоқ, етістік тұрған жоқ. Только, мысалы, car деген бұл зат есім, parents деген мысалға есімдік, яғни ата-ана, кімдер, яғни ол да зат есім болып тұр, And red pens, қандай түсі, мысалға түс айтылып жатыр ана жерде. Енді good voice, яғни ана жерде good деген не болып тұр? Қандай? Бұл бізде сын есім, яғни сын есім мен зат есім көбіне зат есіммен қолданамыз. Has-дан кейін барып етістікті қойып жүрмейміз. Негативте әрқашанда not көмекке келетін. Ал енді бізде бұл жолы сәл басқашалау, себебі I, you, we, they have қолданатын едік қой позитивте. Енді негативте оны жоққа шығару үшін don't көмекке келеді. I don't have, you don't have, we don't have, they don't have. Түсінікті, I don't have a car, менде машина жоқ. You don't have parents, сенің ата-анаң жоқ. We don't have red pens, сенде қызыл ручкалар жоқ, бізде қызыл ручкалар жоқ. They don't have a dog, олардың иті жоқ. Міне, енді қараңыз, he, she, итте doesn't көмекке келеді да, мына жердегі has бар еді ғой, have-ға айналып кетеді. Түсінікті ғой, Только позитивте ғана біз has-ды қолданамыз. He, she, it, мысалға, he doesn't have a good voice. He doesn't have деп жүрмеңіздер, ол қате болады. She doesn't have a keychain. Мысалға, оның брелогы жоқ деген сияқты кете береді. Шынға келсек, бізде позитивте I have a car болды, негативте I don't have a car болды. Енді бізде мына жерде do алдына шығып кетеді де, I have a car, мысалға, позитивте қараңыз, егер жауап тұрамын, менше осылай болды. Questionда do қосыла салады. I, you, we, they-ға do келеді. Do I have a car? Менде машина бар ма? Do you have a car? Сенде машина бар ма? Do we have a car? Бізде машина бар ма? Do they have a car? Оларда машина бар ма? Түсінікті, do-ды алдына шығарамыз, қалғаны орында тұрады. Енді he, she, it-те does көмекке келеді. Does she have a car? Мына жерде қараймыз, has емес have. Түсінікті, бізде тек қана позитивте ғана he, she, it-ке has болады. Негатив және questionда have болады да, просто ана жерде does және does not көмекке келеді болды. Does she have a car? Оның машинасы бар ма? Ол қызда машина бар ма? Does he have a car? Олда машина бар ма? Does it have a car? Осылай кете береді. Қазір енді бір пысықтап шығайық. Сонымен бізде to have-ті бізде бірдеңе бар екенін дәл қазіргі таңда не бар, не жоғын айтуда қолданамыз. Позитивте I, you, we, they-ға have-ті қолданамыз дедім. He, she, it-ке has-ті қолданамыз. I have a car, he has a car. Енді негативте don't пен doesn't көмекке келеді да. I don't have a car, ал енді he doesn't have, has бұл жерде have-ға айналып кетеді. Questionда
Do мен does көмекке келеді. Do I have a car? Менде машина бар ма? Does he have a car? Олда машина бар ма? Яғни тағы да he, she, it'тің has-і have-ға айналып кетеді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса, көріскенше күн жақсы.